Саламатсыздарма, құрметті әріптестер, оқушылар. Бүгінгі тәрбие сағатын ашық деп жариялаймыз. Тәрбие сағатының тақырыбы зорлық-зомбылықсыз балалық шақ. Мақсаты оқушыларға зорлық-зомбылық туралы мағлұмат беру, адамның жалпы тәніне үлкен зардап әкелетін соққы екенін түсіндіру және зорлыққа қарсы біздің елімізде заң бар екенін айту. Оқушыларға орталарында мейірімді болуға, бұзақылық істерге бармауға, адами бойларындағы қасиеттерін сақтауға, әдепті де тәртіпті тұлға болып өсуіне тәрбиелеу. Саламатсыздар оқушылар. Бүгін біздің сыныпқа жаңадан оқушы келді. Есімі Есжанова. Есжанова қандай сауал оқыды? Мына қыздың киімі апа-жұпа, өзі де бір түрлі сияқты екен. Иә, аяқ киімі де ескиген. Сен аңына қарап отыршы. Ай, шашым! Балалар, қойсаңдаршы. Бұл істерің дұрыс емес қой. Біз бір отбасының балдарындай бірге жүруіміз керек. Бәріміз бірге дос болайық. Досы көпті жауалмайды. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын дегендей, біз бәріміз достасайық. Кешірім сұраңдар. Кешірім алсам, жарайды. Келесі алған. Сендер де мені кешіріңдер. Яғни бір сыныптың оқушылары қандай болу керек болар? Бір үйдің балаларындай ұйымшыл, ұқыпты, мейірімді болуымыз керек, бір-бірімізге. Мына жаңадан келген оқушыны не істеуіміз керек балалар? Сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек, бір-бірімізді құрметтеуіміз керек. Солай ма? Жарайсыздар. Бақытсыз-ақ бақытты болып жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуім, бақыт деген ойнағаның, күлгенің, бақыт жайлы мынау менің білгенім, бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң, бақытты сол тәлік етіп түндерің, бақыттан азаптанса кімдегі? Бала өмірге келе салысымен тіркеуге алынады, оған есім және азаматтық беріледі. Әрбір бала өз отбасында ата-анасымен бірге өмір сүруге құқылы. Әр баланың өзінің пікірі, ар-ожданы, дін еркіндігіне құқығы бар. Бала өзі қалаған спорт түрімен шұғылдануға құқылы. Бала денсаулығын сақтауға, емдеуге құқылы. Бала мектепте кінәлі болғанда, оны ешкімнің ұрып жазалауға, кемсітуге және қорлауға құқығы жоқ. Мінекей балалар, зорлық-зомбылықсыз балалық шақ атты тәрбие сағатымыз осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар.